Қайырлы күн, құрметті менің белсенді YouTube көрермендерім. Сіздермен бірге қазақша керек кеңестер арнасы арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бауырға арналған керемет сусын туралы көрсеткелі отырмын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл шырынды мен өз денсаулығыма пайдаланғам. Бауырым сыр беріп, бірнеше ем қабылдадым, дәрі-дәрмектер іштім. Нәтижесінде менің бауырымда әлі де улы заттардың көрсеткіші жоғарғы екендігін көрсетті. Сонымен ойлана келе мен дәрі-дәрмектің бәрін тоқтатып, бауырымды үй жағдайында табиғи жолмен тазартам деп шештім. Әлеуметтік желіні ақтара отырып, және өзімнің емдеуші дәрігерімнің кеңесіне сүйене отырып, осы көрсетілген жемістерден бауырыма шырын жасап ішем деп шештім. Цитрус жемістерінің бауыр қызметін жақсартуда рөлі мықты. Өздеріңіз білетіндей, асқабақ, сәбіз, қызылша, көк алманың да біздің бауырымызға пайдасы өте күшті. Осы көрсетілген жемістердің барлығын араластырып жеміс шырынын жасайтын боламыз. Менде соковыжималка жоқ, сондықтан миксердің көмегіне жүгіндім. Сіздерде соковыжималка болса, барлығын содан өткізсеңіздер болады. Бұл жердегі жемістердің барлығы біздің ағзамызға керекті витаминдер. Қарбызды алатын болсақ, қарбыз бауырды улы заттардан тазартады, бүйректі құмнан, тұздан тазартады. Сіздерде қарбыз болмаса, оны қоспасаңыздар да болады. Сүзгіштің көмегімен шырынды осылай бөліп алатын боламыз. Бұл шырынды тек қана бауыры ауырған адам емес, басқа да отбасы мүшелері іше берсе болады. Және бұны 2 күннен артық холодильникте сақтауға болмайды. Бұл шырынды тамақтан алдын жарты сағат бұрын қолданасыз. Мен өзім 10 күн қолдандым, 10 күн демалып, қайта 10 күннен кейін жалғастырдым. Нәтижесінде менің анализім өте таза шықты. Мүмкін сіздердің де бір қажеттеріңізге жарап қалар. Табиғи балдың бауыр тазалауда атқаратын қызметі күшті, сондықтан мен бір ас қасық табиғи бал қостым. Егер сіздерде қант диабеті болатын болсақ, бал қосуға кеңес бермеймін. Жеміс шырынынан бөлінген осындай қойыртпақтың үстіне лимон шырынын қосып, оны күнделікті қалаған уақытымда жеп жүрдім. Біздің шырынымыз дайын болды. Лимон шырынын қосып пайдалана бересіздер. Құрметті көрермендер, денсаулықтарыңыз күтіңіздер, ауырмаңыздар. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, каналыма тіркеліп, жылы пікірлеріңізді жазып, лайк баса кетіңіздер.